Гаухар Оразбайқызы, тарих және педагогика факультеті, мектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасының магистр оқытушысы. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті ұстаздары ұлы Абай бейнесін Мұхтар Әуезов көзімен таниды. Абай жолы роман эпопеясы, 1 том, қат-қабатта. Құнанбай өз басы бір шешеден жалғыз, бәйбішенің жалғызы, қара шаңырақ иесі, қалың дәулет пен әмір билік иесі. Жасқа да көп туысынан өзі үлкен. Сол себепті үлкен әкесі Ырғызбайдан тараған осы мына 20 ауылдың мынандай топтарының ішінен бірде-бір жан әлі күнге Құнанбайдың алдынан көлденең шығып көрген емес. Тіпті өкпе назы болса да ашып жарып айта алмайтын. Ал бірақ Құнанбай сойыл соғарды, қол қимылды, тізе мен ызғарлы керек қылған жер болса, бұл қауымның іркілетін жері жоқ. Шоқтай жиын мықты топ, жер алуда, ел алуда, оңайдан мал табуда, бұлар Құнанбайдың қабағын қалт еткізбей түсінеді. Неше қабат бәйбіше тоқал боп жатқанмен, Құнанбай бұлардың араларындағы араздық болса лезде жойып отырады. Араздық ұстаған әлденеше рет пайдадан, олжадан қалдырып, жазалап отырып, өз ырқына көндіреді. Өзара бірлігі табыс екенін жете танытқан. Соны ұққалы осы Ырғызбай шетінен бай боп алды. Соңғы уақытта тіпті ішінен атысып жүретін күндес қатындар да араздығын сыртқары шығара алмайтын боп алды. Олардың кәрісінде, жасында қайнысы не байы, не баласы от басынан әрі шығармай тұншықтырып басып отырады. Болмағанын не байына, не бір тентек қайнысына сабатып алып, өзгелері шоқ-шоқ деп те тұрсады. Осымен бар ынтымағын Құнанбайға бағындырған 20 ауыл дәл бір ұялас бөрідей еді. Қалың тобықты ішінде ең қолшыл, ең мықты болатын себептері де осы. Кішкене шеңбері берік болған соң, содан арға маңайдағы аталастан Топай, Торғай, Көтібақты да бұлар өз ынтымағымен тартып басып алып жүреді. Әнет, Жуантаяқ, Сақ-тоғалақ, Кекше сияқты саны көп, сыбағасы жоқ рулары да өздерінің айналасына қоршау алып, шырғалап, шырмап ұстайды. Ондайлармен Ырғызбай іші бірен сарандап құда, жегжат боп алып та, ұзын арқан кең тұсау жасайды. Кейде әдейі өздері түртіп, бір бәлеге ұрындырып, одан әрі өздері құтқарып алған боп та бауырына тартады.